Bir ағымдар бар соғысқа үндейтін. Bir ағымдар бар жаңағындай тек қана діни шариғат заңдарымен жүру керек, онымен жүрмесең тағут боласың дейді, кәпір боласың дейді, мойындамау керек дейді. Қатты бір діншілдер деп айтамыз, радикалдар деп айтамыз. Бұлардың барлығында сол Құранның аясынан шықпай қалатын сияқты түсінік қалыптасады өздерінше. Яғни Құран ғана дұрыс, бірақ оның сыртындағы барлық нәрселер қате деген сияқты. Құранда шынымен көптеген аяттар бар, хадистер бар, анықтамалар бар, мысалға дінге сенбейтіндерге қатысты. Олар именно сол жерден алып алады да, сөйтеді, олар соған жабысып болады. Бірақ оның түсіндіру мақсатында қаншама томдық кітаптар жазылған да, қатып қалған догматика дейміз ба, идеология дейміз ба, өзінен басқа ешкімді көре алмайды. Бұл тек Қазақстанда емес, шыны керек басқа мемлекеттерде де бар дүние. Абу Ханифа мазхабы дейміз. Абу Ханифа соның қазақ Орта Азияға икемдеу үшін ол да қаншама тер төкті. Біздің тарихтағы аталарымыз, ғұламаларымыздың барлығы соны қазақтар арасында кәдімгідей икемдеді. И біздің дәстүрімізбен байланыстырды. И дәстүріміздің барлығы да дінге кәдімгідей байланысты, кірісіп кеткен. Бүкіл дәстүрді алып қарасаңыз, әйтеуір діннің бір ұшқынын көруге болады. Радикалдар тыңдайтындар жаңа айтқандағыдай санасы қатты уланып кеткендер деп айтуға да болады. Олар содан басқа нәрсені көзбен көрмеген сияқты. Мысалы, келіннің бетінен кім ашты сол іс деген сияқты, олар өздерінің алғашқы діни білімдерін сол адамдардан алғаннан кейін, радикалдық шейхтар оларға қатты ыстық болып көрінгеннен кейін, одан басқа нәрсені ізденгісі келмейді, көргісі келмейді. Бірақ адам шынымен көзін ашып қарайтын болса, одан да басқа дүниелердің бар екенін көре алады, одан да жақсы балықшылардың бар екендігін көре алады, яғни одан да керемет кітаптардың бар екендігін көре алады. Барлық мешіттерде жоғары білімді имамдар бар. Кәдімгі Нұр-Барак университетін бітірген, сосын шетелдегі біз ұсынған меморандум жасаған университеттерде оқып, білім алып келіп, елімізге қызмет етіп жатқан көптеген имамдар бар. Солардың уағыздарын тыңдасын, солардан кеңес алсын, солардан ақыл сұрасын керек болатын болса, солардан әдебиеттерін алсын, осылайша өзінің білімін шыңдауына болады, діни кітаптарды осылай алуына болады деген мәселе бар.